Сәлем достар, менің атым Әсел. Бұл видеода біз сіздермен ағылшын тілін неден бастаймын, қалай үйренемін деген сұраққа жауап табатын боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Қазір қандай деңгейдесіз және ары қарай қалай дамытуға болатынын үйренетін боламыз. Олай болса, кеттік. Неден бастаймыз дегенде көбісін бас хат жатады, мысалы грамматика ма, немесе сөз жаттау, спикинг, немесе шетелге барып сол ағылшынша бірден практикаға кірісіп кету ма деген секілді. Немесе көбісі солай бастап жатады, грамматикадан бастайды, сөз жаттаудан бастайды, бірақ ол әрине ұзаққа бармайды. Бір ай оқиды, 2 ай оқиды, сосын қайтадан тастап кетеді. Сол үшін ең алдымен негізі деңгейіңізді нақты біліп алу керек. Сол үшін бірінші қадам ол деңгейді білу. Деңгейіңізді білу. Неге деңгейді білу өте маңызды? Өйткені деңгей ол тікелей сіздің мотивацияңызға байланысты. Мысалы, айтайық, сіз бір кітапты оқи бастадыңыз, немесе бір фильмді, сериалды көре бастадыңыз, ағылшын тілінде. Бірақ осының деңгейіне сәйкес келмейді. Сол үшін сізге қиын бола бастайды. Әр сөзді аудартыру сізге қиындыққа соғады. Сол үшін сіз оны тастап кетесіз. Сол үшін міндетті түрде ең алдымен деңгейіңізді білу керек. Ең бірінші деңгей, бастапқы деңгей, ол beginner деп айтылады. Beginner немесе A1. Қасына осылай A1, B1, B2 деп жазып қоямын, өйткені Cambridge English'тің жаңағы деңгейлер бар. Соған қарай бізге түсінікті болады деген ойда. Beginner A1 деген не деген сөз? Ол бастапқы бастауыш деңгей деген сөз. Яғни сіз бастапқы деңгейдегі сөздерді білесіз, basic words and communication, бірақ олармен жаңағы сөйлем құрау әлі білмейсіз, немесе грамматиканы әлі толықтай білмейсіз деген сөз. Сол үшін бұл деңгейде сізге грамматиканы үйрену қажет жоқ. Егер сіздің деңгейіңіз beginner A1 болады болса, ең алдымен сіз сөз жаттаудан бастаңыз. Мысалы, айтайық, сіз қарныңыз аш болса, менің қарным аш деп сөйлемейсіз ғой. Сіз hungry, eat немесе food десеңіз, адам түсінеді. Food демек, бұл адамның қарны аш деген секілді. Сол үшін beginner деңгейінде ең бастысы ол сөздік қорды көбейту, сөз жаттау. So, basic words деп қойын. Бұл жерде ең маңызды ол сөз жаттау. Негізі осы beginner деңгейде мен сіздерге Duolingo'ны қолдануды кеңес беремін. Өйткені Duolingo'да көптеген сөздерді жаттау техникасы ойын түрде, диалог түрде, сосын тыңдалым арқылы тез жатталады. Сол үшін міндетті түрде Duolingo'ны басып алыңыздар. Ол қосымша кез келген Android, App Store'да бар, және ол төлемсіз, яғни ақылы емес. Сондықтан міндетті түрде қолданыңыздар. Келесі деңгейді біз intermediate деп айтамыз. Осы интермедиаттың өзін біз үшке бөле аламыз. Pre-intermediate, intermediate and upper intermediate. Соны жазып шығайық. Pre-intermediate деген бізде A2. Қысқартып жазатын болам. Сосын intermediate'дің өзі, бұл бізде уже B1. Және үшінші ол upper intermediate. Бұл бізде B2. Айтпақшы айтатын нәрсе, осы B2 болған кезде upper intermediate болса, сіз уже IELTS-қа дайындала аласыз. Және IELTS деген білесіз, academic English, академический английский. Мысалы, университетке тапсырған кезде, немесе шетелге шыққыңыз келсе, кейбір жерлерде осы IELTS-ті сұрайды. Сол үшін upper intermediate осының мақсатыңыз болуы мүмкін, егер IELTS тапсырам десеңіз, осы деңгейге жету деген. Бірақ негізі B1-да болсаңыз, ол уже жеткілікті. Негізі жаңағы еркін сөйлесе алуға, шетелде еркін жүруге, осы B1-ның өзі жеткілікті. Енді қараңыз, егер сіздің деңгейіңіз A2 болатын болса, pre-intermediate, демек сіз қарапайым тақырыптарда сөйлесе аласыз деген сөз, және етістіктің шақтарын білесіз деген сөз, мысалы present, past, future, бірақ оның көптеген айырмашылықтарын біраз шатастырасыз деген сөз. Сол үшін A2 дегенде біз міндетті түрде бұл жерде pre-intermediate деңгейінде грамматиканы жетік меңгеруіміз керек. Сол үшін мен жазып қоймын, бұл жерде керегі ол grammar. Енді граммарды қандай кітаппен үйренемін деген кезде мен сіздерге Grammar in Use Raymond Murphy'ді
кеңес беретін едім. Әр менің видеоларымда, мысалы мен грамматиканы түсіндіремін, осы каналымда видео сабақтар бар, және солардың әр видеоның астында мен сілтеме қойып қоямын міндетті түрде. Өзім сол Реймонд Мерфиді, Grammar in Use'ді негізгі кітап ретінде ағылшыншадан қазақшаға аударып, соны түсіндіремін көбінесе. Сол үшін сол кітаппен грамматиканы меңгере аласыз. Мен сілтемелерді міндетті түрде тастап кетемін. Әрине, грамматикадан бөлек ол vocabulary, оны да жазып қояйық. Vocabulary деген ол бізде вокабуляр немесе сөздік қор, иә. Бұл жерде негізі сіз 1500 сөзде білуіңіз керек осы A2 levelда, яғни A2 деңгейінде 1500, 1800 деп айтады кейбір жерде. Және сіз уже осы A2 levelда small talks жасай аласыз. Әртүрлі тақырыпта, мысалы өзіңіздің университетіңіз туралы, оқу орны, жұмысыңыз, отбасыңыз, немесе ұнататын бір хоббиларыңыз туралы нақты сөйлем құрап айта алатын боласыз. Дегенмен еркін сөйлеуге ол жеткіліксіз, сол үшін B1 intermediate деңгейін міндетті түрде меңгеруіміз керек. Осы B1 және B2 немесе intermediate, upper intermediate confidence in English пайда болады. Яғни ағылшын тілінде сөйлеуге сенімділік пайда болады деген сөз. Келесі деңгей upper intermediate-тан кейін ол әрине C1 advanced. Негізгі үш деңгей, жаңағы beginner, intermediate, енді үшіншісі ол advanced. Advanced-ның өзін біз C1, C2 деп бөлсек болады. Осы advanced-дағы C1, бұл көбінесе осы advanced туралы айтылады, C1, ал C2 ол proficiency деп те кейбір кезде айтады. Бірақ негізі мен ойымша, мысалы мен өзімде C1 деңгейі болған, осы соңғы рет IELTS тапсырғанымда бакалаврдан кейін тапсырдым бау деймін, сол кезде менде overall 7.0 болды. 7.0 деген сөз, ол IELTS бойынша ол C1. Енді C1 деген не деген сөз? C1 деген сөз you understand the jokes, implicit meanings of any conversation. Ол деген сөз сіз уже жаңағы қалжыңдарды түсінесіз, сленгтардың бәрін түсінесіз, немесе бір кітаптағы бір адамдардың сөйлеген кездегі жабық бір мағынаны тіпті түсінесіз. Сонымен қорыта келе ағылшын тілін үйрену үшін ең алдымен деңгейіңізді білу керек. Өйткені сіз деңгейіңізді білген кезде точка А дейді ғой, А нүктесінен ары қарай қалай дамуыңыз керек екенін түсінесіз. Өз деңгейіңізді білгеннен кейін сіз алдыңызға мақсат қоя аласыз. Сол үшін екінші қадам ол мақсат қою. Мақсатты қалай қоюға болады? Мақсатты SMART деген техника бойынша қоюға болады. Қазір оны сіздерге түсіндіретін боламын. Так, бізде SMART деген техника бар. Бұл жерде әр әріп жаңағы S-M-A-R-T деген бір сөзді білдіреді. Ең біріншіден бастайық. S ол specific деген сөз. Specific деген сөз ол нақты деген сөз. Яғни сіздің мақсатыңыз нақты болу керек. Мысалы айтайық, ағылшын тілін не үшін үйренемін, неден бастаймын деген кезде сізде бір specific goal, яғни нақты бір мақсат болу керек. Мысалы айтайық, мен ағылшын тілін жай ғана жаңағы бәрі үйреніп жатқаннан кейін үйрену керек, немесе білген дұрыс деген ол дұрыс емес та. Сізде бір нақты мақсат болу керек. Мысалы айтайық, мен IELTS тапсыруым керек. IELTS не үшін тапсыруым керек? Оқуға түсу үшін. Немесе мен ENT-да ағылшын тілін таңдадым, сол үшін мен ағылшын тілін меңгеруім керек. Немесе айтайық, мен шетелде жаңағы Дубайда, Турцияға бір жаққа барған кезде еркін ағылшынша сөйлей алу үшін деп. Яғни сізде нақты бір мақсат болу керек. Келесі M ол measurable деген сөз. Ол өлшей алатын деген сөз. Яғни сіздің мақсатыңыз белгілі бір шектеуге байланысты тұру керек. Мысалы айтайық, жаңағы басында IELTS тапсыру дедіңіз, ол сіздің нақты мақсатыңыз болды. Енді келесі ол measurable болу керек. IELTS-ты айтайық 5-5 алуым керек, немесе 6-0 алуым керек, немесе 7-0 алуым керек деп. Оны сіз өзіңіздің университетке, мысалы бір университетке тапсырғыңыз келіп жатыр, соның нақты критериясына қарай таңдай аласыз. Мысалы айтайық, егер сіз гуманитарлық саланы таңдайтын болсаңыз, көбінесе 6-0-ден бастайды. Ал егер сіз жаңағы технический дейді бағытта бастайтын болсаңыз, түскіңіз келсе, онда 5-0, 5-5, кейбір жерде 6 деп сұрайды. Яғни бұл жерде measurable деген ол нақты өлшей алатын деген сөз. Okay, the next one. Келесі ол achievable. Achieve деген сөз ол қол жету, бір нәрсеге қол жету, яғни сіздің мақсатыңыз қол жетімді болу керек. Қол жетімді деген не деген сөз? Ол шындыққа сай деген. Мысалы айтайық, сіз 2 айда, 3 айда ағылшынды beginner деңгейінен бірден advanced-қа көтеремін дейсіз. Бұл мүмкін емес нәрсе ғой, 2-1 айда. Әрине мүмкін, бірақ енді өте қиын болады, және арасында көптеген нәрсені ұмытуыңыз да мүмкін. Сол үшін бұл жерде сіздің мақсатыңыз ол achievable болу керек. Яғни қол жетімді, шындыққа сай. Мысалы айтайық,
1 жылда мүмкін сіз шынымен beginner'дан advancedқа жете аласыз. Alright, so the next one. Келесі ол are. Are деген сөз ол relevant деген сөз. Орынды, сізге қатысты деген сөз. Немесе сіздің құндылықтарыңызға сай. Мысалы, сіз ағылшын тілін жайдан-жай үйрене бастаған жоқсыз ғой. Белгілі бір мақсатыңыз бар. Шетелге түсу, грантқа түсу, ол үшін IELTS керек деген сияқты. Бірақ егер айтайық, сіз басқа бір салада жұмыс жасайсыз және қазір кезде ағылшын тілі қатты керек емес болса, онда оған қол жету біраз қиыншылыққа соғады. Сол үшін міндетті түрде ол relevant болу керек. Сіздің мақсатыңызға, құндылықтарыңызға сай болу керек. Мүмкін ол жай ғана бәрі үйрене бастаған екен, сіз де үйрене бастадыңыз деген секілді. Және ең соңғысы T, яғни time, немесе time based деп айтады. Ол деген сөз белгілі бір уақыт аралығымен шектелген деген сөз. Немесе deadline деп айтамыз ғой. Яғни сіз осы мақсатыңызды қойдыңыз, specific, measurable, achievable, relevant, енді келесі осыны қанша уақытта сіз бұны бітіре аласыз, немесе қол жете аласыз деген сөз. Мысалы, айтайық, IELTS-ға дайындалуды бастадыңыз, сіздің деңгейіңіз B1 дейік, intermediate, демек сіз 3-4 айда қол жетімді деп ойлаймын, B2-ға немесе IELTS-ға дайындала аласыз деген сөз. Демек, бұл жерде сіз өзіңізге белгілі бір уақытты қоясыз, deadline, мысалы 4 ай деген секілді. Сонымен қорыта кетсек, ағылшын тілін үйрену үшін екінші қадамымыз ол мақсат екен. Яғни мақсатты дұрыс қоя білу, осы смарт техникасын қолданып, міндетті түрде өзіңізге мақсат қойыңыз ағылшын тілін үйренген. Негізі бұл смарт техникасын кез келген бір мақсатыңызбен қолдануға болады. Айтпақшы достар, сіздерге бір өтінішім бар. Осы смарт техникасын пайдаланып комментарийға жазып кетіңіз. Мен міндетті түрде тексеріп, сізге өзімнің бір рекомендациямды берейін. 3-ші қадамымызға да келіп жеттік. 3-ші қадамды мен жай ғана практика деп атадым. Практика деп атаған себебім бұл жерде сіз нақты қандай кітаптармен дайындалуға болатынын, қандай да бір қосымшалар, видео сабақтар болатынын айта кететін болған. Бірақ ең алдымен осы тілдің аспекттерін қарап шығайық. Бәріңізге белгілі, кез келген тілдің 4 аспектісі болады, немесе 4 дағды дейді. Ол listening, speaking, reading және writing. Бұл жерде listening деген ол тыңдалым, reading оқу, speaking сөйлеу және writing ол жазу. Кез келген кітапты ашып қарайтын болсаңыз, ағылшын тілін үйрететін, мысалы, Macmillan болсын, Oxford болсын, Cambridge болсын, осы 4 аспект бірге жүреді. Listening, reading, speaking, writing. Бірақ бұл жерде мен өз жаңағы тіл үйрену тәжірибе арқылы listeningді өте маңызды деп айтатын едім. Мен негізі көптеген тілдерді үйреніп бастадым. Менде мысалы жаңағы Қытай тілі екінші тілім болды университетте. Одан бөлек пабмен оқыған кезде мен Корей тілін үйрендім, сосын чех тілін үйрендім, қазір араб тілін үйреніп жатырмын, және мектепте түрік тілін үйрендік деген секілді. Және кез келген тіл үйренудегі ең маңызды дағдылардың бірі ол listening деп ойлаймын. Өйткені listeningта сіз көп тыңдау арқылы сол тілде ойлай бастайсыз. Енді қараңыз, listeningті қалай үйренуге болады? Listeningті ең алдымен сол әр кітаптың өзінің аудиолары болады. Сол аудио арқылы аудио файлс деп қойын, немесе exercises. Яғни аудио жаттығулар, қарапайым аудио жаттығулар. Келесі ол подкасттар болуы мүмкін ағылшын тілінде. Бірақ бұл жерде қайтадан айтып келетін нәрсе, ол өзіңіздің деңгейіңізге қарай подкаст таңдау керек болады. Немесе сериалдар, фильмдар, және де әрине өлең. Келесі ол reading. Readingда да ол кішкентай тексттар болуы мүмкін, кітаптағы. Немесе статья, articles. Немесе бір қызықты әңгімелер, кітаптар. Спикингді практика жасау біраз қиын болуы мүмкін, өйткені міндетті түрде бір адам керек қасыңызға. Әрине айтады ғой жаңағы, айнаға қарап өз-өзіңмен сөйлес, бірақ шынын айтсам, білмеймін, бұл техника маған онша қатты өтпейді екен. Өзім енді бірнеше тіл үйренгеннен кейін мен міндетті түрде сол тілде сөйлейтін адамды іздейтін, сонымен сөйлесетін, телефон арқылы болсын, видео арқылы болсын. Немесе айтайық, менің бір досым бар, ол араб тілін күшті біледі, тек мен сонымен арабша сөйлей бастаймын. Сонымен жаңағы практика жасаймын деген секілді. Үйде егер ағылшын тілін сіз практика жасағыңыз келсе, өзіңіздің мүмкін ағаларыңыз, әпкелеріңіз, сіңілдеріңіз болсын, олардың да деңгейі енді ондай қатты жоғары болмаса да, сіздікімен бірдей болатын болса, немесе сізден жоғары болса, сол кісілермен де сөйлесе беруге болады.
яғни кез келген мысалы спикинг клубтарға да баруға болады. Әрбір қалада іздеп қараңыз, спикинг клубтар міндетті түрде болу керек. Олар көбінесе қымбат тұрмайды. Бір қатысу 1000 теңге, 2000 теңге, тіпті кейбір спикинг клубтар ақысыз болады. Немесе сіздің деңгейіңіз жоғары болады болса, айтайық B1 деп, intermediate немесе B2 upper intermediate, ондай кезде міндетті түрде бір debate club, дебатный клубқа барыңыздар. Келесі ол writing. Енді writing деген ол бастапқы деңгейден бастайтын болсақ, сол баяғы диктантымыз, сол баяғы diary, ежедневник деп айтады. Күнделікті не істедіңіз, кіммен кездестіңіз, не іштіңіз деген секілді. Немесе деңгейіңіз жоғарылай бастаған сайын, ол жерде эссе жазу, немесе ресми түрде хат жазу деген секілді көбейе береді. Осымен достар, осы қысқа нұсқа 3 қадамды қолдану арқылы сіз ағылшын тілін тез үйрене аласыз. Және неден бастарыңыз білмесеңіз, осы видео сізге пайдалы болды деген ойдамын. Одан бөлек сөз жаттау, немесе грамматика, спикинг, соған қатысты, ағылшын тіліне қатысты керек қосымшалардың тізімін жазып қоям. Міндетті түрде басып алып қолданыңыздар. Айтпақшы, ең көп сұралатын сұраққа жауап бергім келіп жатыр, ол курсқа қатысу. Курсқа қатысу қаншалықты маңызды, керек па деген секілді. Әрине, курсқа қатысуға болады. Мысалы, өзіңіздің тұрып жатқан жеріңізде қарап көрсеңіздер болады. Офлайн курстар бар ма екен, немесе онлайн курс. Бірақ бұл жерде бір түсіну керек нәрсе, ол көбінесе жетістіктің нәтижесі ол әрине сізге байланысты. 90% сіздің еңбегіңізге, қаншалықты күнделікті сіз сөздерді жаттайтыныңыз, қаншалықты күнделікті кітап оқитыныңыз, тыңдалым жасайтыныңыз, сол үшін міндетті түрде өзіңізге фокус жасаңыз. Сіздерге осы видео ұнады деген ойдамын. Каналды қолдау үшін лайк басып, комментарий қалдырып, достарыңызбен бөлісе кетіңіздер. Рахмет.